Бұл жүріп елжітерлік оқиға Австралияның Мартон Бей шығанағында орын алған. Күнделікті жұмысына шыққан балықша соңғы күшін сарқып жүзіп келе жатқан итті байқап қалады. Қызығы, иттің қасында балық аулау құралдары, ал алыс емес жерден гидрокостюм. Итті құтқарып қалған балықшы жағалау күзетін шақырады. Бірақ иттің жағаға аман есен жеткеніне қарамастан, ол тоқтаусыз ұлып қайта-қайта суға ұмтылумен болды. Адамдар судан бір қайғылы оқиға орын алғанын, иттің егесінің қайығы аударылып түскенін бірден түсініп қояды. Бірнеше сағаттан кейін иттің егесін аман есен табады. Еркектің айтуы бойынша ол қайықтың игеруін бақылай алмай, толқын екеуін екі жаққа лақтырып жіберген екен. Барлығын таңғалдырғаны қалай иттің өз егесін іздеп ұзақ жүзгенде болды. Кейінгі құтқарушылардың берген ақпараты бойынша ит егесін іздеп 11 сағат жүзген екен. Бұл жағдай тағы да иттердің адамдардың ең жақсы дос екенін дәлелдеді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар